Біреуінің бұрышы екіншісінің бұрышынан 60%-ға артық болатындай дөңгелек екі секторға бөлінген. Әр сектордың бұрышын табыңдар дейді. Біздер білетініміз, ол дөңгелек толықтай 360 градусты құрайды. Бізге берілгені бойынша бұл екі секторға бөлінген. Бірінші секторымыздың бұрышы бізде x градус деп алатын болсақ, екінші секторымыз ол x қосылған, мына жерде a болсын, мынау b болсын. Бірінші секторымыз бізде x болатын болса, екіншісі x қосылған 60 градус екен. Және біздің білетініміз a қосылған b бізде 360 градус. Мына жерде шеңбер дөңгелек салатын болсақ, бұлай екі секторға бөлінген. Мына жеріміз бізде a бұрышы болсын, және мына жеріміз бізде b бұрышы болсын. Міне бізден сұрайды, әр сектордың бұрышын табыңдар дейді. A мен b-ны табу керек. A мен b-ның орнына x пен өрнектелген мәнді қойайық. Мына жерге a-ның орнына x қоямыз, және b-ның орнына x қосылған 60 қоямыз. Сонда 360 тең болады x қосылған 60-қа тең. Енді осыдан белгілілерді бір жаққа, белгісіздерді бір жақта сақтаймыз. Бізде 2x тең болады 360 азайтылған 60 болады. Бұл дегеніміз градус болсын. 360-ны 60 азайтқанда 300 болады. Бұдан x тең болады 300 бөлінген 2, яғни 150 градусқа тең. Сонда бізде a бұрышы 150 градусқа тең екен. Ал b бұрышы бізде бұдан шығатыны 150 қосылған 60-қа тең, яғни 210 градусқа тең. Екеуінің қосындысы 360 градусқа тең. Сондықтан есебіміз дұрыс шықты деуге болады.